Бауырларым, қарындастарым, намаз оқыңыздар. Өміріңізде не болып жатса да намаздарыңызды оқыңыздар. Қандай күнә жасасаңыз да, қанша күнә жасасаңыз да намаз оқыңыздар. Сылтау іздемеңіз. Қарындасым маған, аға, мен орамал тақпаймын ғой дейді. Мен сонда да оқы деп айтам. Маған, білесіз ғой, менің киімім оған сай емес дейді. Сонда да оқы деймін. Бауырымыз, менің ішетінім бар еді дейді. Оқы. Тағы бір бауырымыз, есірткі қолданамын дейді. Бәрібір оқы. Өміріңізде не болып жатса да намаз оқыңыз. Бауырым, осыншама күнәні жасап жүріп қалай намаз оқимын дейді. Бұл құрметсіздік, мен 200-ді боламын ғой дейді. Оған айтамын, жоқ, сол үшін де біз намаз оқимыз. Өйткені біз мінсіз емеспіз. Біз күнәһарлармыз, қателік жасаймыз. Намаз оқыңыздар, Алла айтады. Намаз сендерді күнәларыңнан арылтады. Сондықтан намаз оқыңыздар. Кейбір адамдар алдымен өмірімді ретке келтіріп алайын, содан кейін Құдай қаласа намазға келемін дейді. Айналайын, намазға келмесеңіз еш нәрсені ретке келтіре алмайсыз. Сол үшін намаз оқимыз, өмірімізді ретке келтіру үшін. Бауырларым, еш нәрсенің ешкімнің сіз бен Алланың арасына кіруіне жол бермеңіздер. Намазға келіңіздер. Өміріңізде не болып жатса да намаз оқыңыз. Қайда жүрсеңіз де оқыңыз. Кейде біреулер сізге келіп, бауырым, қарындасым, сен 200-дүсің деуі мүмкін. Қарындас, орамалда болмасаң қалай намаз оқып жүрсің деуі мүмкін. Оларға, бауырым, қарындасым, сізге көп рахмет. Мен сондай едім. Алла сізден разы болсын. Бірақ бұл Алла тағала екеуміздің арамыздағы мәселе. Басқалардың шаруасы емес деңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Олар мен біздің арамыздағы айырмашылық намаз. Қиямет күнінде сізден ең бірінші сұралатын нәрсе де намазыңыз. Осыдан өтіп алсаңыз қалғаны жеңіл болады. Егер өте алмасаңыз одан кейінгісі қиындайды. Намаз оқыңыз. Бауырлар, намаз оқыңыздар. Алланың рахымына бөленесіздер. Намаз оқыңыздар. Сонда оның мейірімі мен кешірімін аласыздар. Досыңыздың Алла екенін елестетіңізші. Байлықты қоя тұрыңыз. Жер мен көктер тек оған тиесілі. Алла сіздің жағыңызда болғанда ешкім еш нәрсе тоқтата алмайтын күшке ие боласыз. Сондықтан да, бауырларым, қарындастарым, өмірлеріңізде қандай жағдай болмасын намаз оқыңыздар. Ешкімнің сізді Алладан алыстатуына жол бермеңіз. Маңдайыңыз сәждеге тиген уақыт Аллаға ең жақын болған кезіңіз сол. Жылаңыз, оған жалбарыныңыз. Алладан сізге жол көрсетуін сұраңыз. Онда намаз арқылы бақытты көресіз. Алладан бізді намазға келіп, қандай жағдай болмасын тастамайтындар қатарынан етуін сұраймыз.